Соңғы кездері бір нәрсені жиі байқап жүрмін. Қалада шағын бизнес дүкендердің көбі жабылып жатыр. Өзімнің де кәсіпкер таныстарым жалдау ақысына, тауарға, салыққа, қызметкерлердің жалақысына және шығындардың өсуіне шағымданады. Көп адам бизнесті тек үлкен ақшамен, қаражат болмаса тіпті несиемен бастау керек деп ойлайды. Жалдау, жөндеу, тауар сатып алу, қызметкерлер, жарнама, ал алғашқы клиент әлі жоқ. Маған инкрузис бизнес моделінің ұнаған себебі де осы. Мұнда кеңсе қажет емес, қойма қажет емес, тауар сатып алудың да қажеті жоқ. Үлкен тәуекелдің қажеті жоқ, несие алудың қажеті жоқ. Аз ғана бастапқы бюджетпен бастауға болады. Белсенді жұмыс істесеңіз, шығыныңызды тез жауып, кейін тек плюске шығуға мүмкіндік бар. Мен үшін бұл жай ғана бизнес емес, бұл еркіндік беретін бизнес. Егер де бүгін маған қайтадан нөлден бастау қажет болса, тәуекелі аз, ал мүмкіндігі көп бизнесті қайта таңдар едім.